депутаттар. Так, болдық па, бастаймыз ба? Құрметті сессия жұмысына қатысушылар, құрметті депутаттар, енді сессияның жұмысын бастамас бұрын бір қуанышты мәліметпен бөліскім келіп отыр. Енді өздеріңіз білесіздер, бүгін 28 маусым бізде үлкен мереке. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің бүгін мерейлі кәсіби мерекесі. Сондықтан да қуанышты жағдай, біздің әріптесіміз қалалық мәслихаттың депутаты Қуатова Зарина Пердібекқызы кеше ғана президенттің қолынан ерен еңбегі үшін деген үлкен мемлекеттік награда марапатталды. Әріптесімізді құттықтап қояйық, еңбегі жемісті болсын. Енді қалалық мәслихаттың депутаты, қалада үлкен телеарнаның директоры, елімізге, халқымызға үлкен жұмыстар әлі де атқарады деген тілектеміз. Сондықтан еңбегіне сәттілік тілейміз. Енді осында бүгін сессияда да осы бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері, журналистер қатысып отыр. Сондықтан да сіздерге де мына бүгінгі кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Еңбектеріңізге, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Жақсы күндеріміз көп болсын деген келеді. Так, ондай болса сессиямыздың жұмысын бастайық. Құрметті депутаттар, құрметті сессия қатысушылар, бүгінгі Тараз қалалық мәслихатының кезекті 16 сессиясына 27 депутаттан 21 қатысуда. Қатысып отырған депутаттар саны сессияны ашуға мүмкіндік береді. Қазір кезекті 16 сессиясының жұмысын ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Сессия жұмысына Тараз қаласының әкімі Орынбеков Бақытжан Әмірбекұлы, Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау, білім басқармасының өкілдері, Тараз қаласының прокуроры, кірістер басқармасының басшысы, қоғамдық кеңестің өкілі, ардагерлер кеңесінің төрайымы, қала әкімінің орынбасарлары, бөлім және мекеме басшылары, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Сессияның күн тәртібі мен жұмыс регламенті қолдарыңызда бар. Сондықтан сессияның күн тәртібі мен регламенті бекітілсін деген ұсыныс бар. Дауысқа қоям, кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, күн тәртібінің бірінші мәселесін қарауға көшеміз. 2023 жылғы қалалық бюджеттің атқару туралы есебі бірінші мәселеде. Өздеріңіз білесіздер, қолданыстағы заңнамаға сәйкес бұл аталған мәселе 2024 жылдың 15 мамыры күні тұрақты комиссияның отырысында жан-жақты талқыланды, толығымен қаралды бұл мәселе бойынша. Сондықтан да ұсыныс осы есепті бекітілсін деген ұсыныс бар. Қарсылық жоқ па? Жоқ болса, значит, осы мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Дауысқа қоям, кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Күн тәртібінің келесі мәселесі Тараз қаласындағы жаңадан салынып жатқан көп қабатты тұрғын үйлерді салу жағдайы туралы қала әкімдігінің құрылыс бөлімінің есебі. Есеп беру үшін сөз қала әкімдігінің құрылыс бөлімінің басшысы Исабеков Нұрсұлтан Арқабайұлына беріледі. Тағы да естеріңізге салам, кеше тұрақты комиссияның отырысында біраз сұрақтар болған. Сондықтан да бүгін арнайы осы жерге білім басқармасы, денсаулық сақтау басқармасының өкілдерін шақырттық. Егер сессияның жүргізу барысында сұрақтарыңыз болса, қойып жатарсыздар. Саламатсыздар, құрметті депутаттар. Бөлім тарапынан атқарылып жатқан жұмыстардың баяндамасын оқып өтейін. Тараз қаласы аумағында бөлім тарапынан атқарылып жатқан 3 мөлтек ауданында жұмыстар атқарылып жатыр. Оның біріншісі 15 шағын аудан Олдала. Егжей-тегжейлі жобалау жоспары бойынша Сүлейменов көшесінің соңындағы 15 шағын аудан 362 гектарды құрайды. Халық саны 53 мың адамды құрап отыр бүгінгі таңда. Жалпы тұрғын аумақта 917.418 шаршы метр тұрғын үй, 14.402 пәтер салынған деп жоспарланған. Аталған аумақта көп қабатты тұрғын үйлердің саны 144-ке дейін өскен. 967 жеке тұрғын үй, 4 орта мектеп, 5 балабақша, 2 медициналық орталық, жедел жәрдем станциясы, 1 мешіт, 6 жеке кәсіпкер бином жауапкершілігі шектеулі серіктестігі есебінен салынған 5 қабатты тұрғын үй. 1 балалар мен жасөспірімдерге арналған дене шынықтыру мектебі, 16 орталығы және 2 мемлекеттік әкімшілік ғимарат қарастырылған. Сонымен қатар 2018-23 жылдар аралығында алқапта 110
5 қабатты тұрғын үйлер құрылыс монтаж жұмыстары аяқталып пайдалануға тапсырылған. Нақтырақ айтсақ 18 жыл 9, 19-да 13, 20-да 12, 21-де 13, 22-де 14, 23-ші жыл 34 үйдің құрылыс жұмыстары жүріп жатыр. Алқапта инженерлік желілермен толығымен қамтылған. Қазіргі таңда электр желісінің құрылысы жүріп жатыр. 25-ші жылға өтпелі, қалған инженерлік желілермен толығымен қамтылған. Бөлім тарапынан атқарылып жатқан Асқар көшесінің соңындағы 16-ші шағын ауданында егжей-тегжейлі жобалау жоспары бойынша 312 гектарды құрап отыр. Білім беру мектебі, балабақша, жедел жәрдемге арналған станция, халыққа қызмет көрсету орталығы, өрт сөндіру бекеті, әкімшілік ғимараттар, жол бойындағы қызмет көрсету нысандар, саябақтар, инженерлік коммуникациялық желілермен толығымен кезең-кезеңмен қамтылуда. Коммерциялық қызмет көрсету нысандары, 5 қабатты көп пәтерлі тұрғын үйлер, перинаталдық орталық, жұқпалы ауруларға емдеу емханасы, дене шынықтыру сауықтыру кешені, мәдениет үйі, мешіт құрылысы қарастырылған. Тұрғын алқапта 351 жеке тұрғын үй құрылысы және 82 5 қабатты көп пәтерлі тұрғын үй қарастырылған. Ал тұрғын алқапта 16720 тұрғындарының қоныстануы жоспарлануда. 23 жылы тұрғын алқапта 5 қабатты 16 тұрғын үйдің пәтер саны 720, пәтердің жалпы алаңы 54268 шаршы метрді құрап отыр. Құрылыс монтажы жұмыстары басталған 23 жылы, 24 жыл соңына дейін аяқталу жоспарлануда. Сонымен қатар тұрғын үйлердің заманауи сәулеттік келбетін сақтау барысында сыртқы қасбетін және шатырын ауыстыру жұмыстары жүргізіліп, 24 жылға аталған тұрғын алқапта қосымша 30 тұрғын үйдің құрылыс жұмыстарын жүргізу жоспарлануда. 24 жылы 36 тұрғын үйдің жобалау сметалық құжаттамасын әзірлеуге мемлекеттік сатып алу конкурсы бойынша жобалау анықталып, жоба әзірленуде. Алқапта инженерлік желілермен бірінші, екінші кезеңге бөлінген. Бұл алқапта қазіргі таңда ауыз су желісімен бірінші этап толығымен қамтылған. Екінші этап бойынша газ, қиыршық тас жолы және де кәріз су желілері құрылысы жүруде. Үшіншіден Әулиеата шағын ауданы 14-ші шағын ауданға келетін болсақ, Әулиеата шағын ауданында 145 тұрғын үй, оның ішінде таунхаусы 64, көп пәтерлі тұрғын үйлер 81. Алқапта 2 мектеп, 3 балабақша, онкологиялық диспансер, көп салалы аурухана, профильді емхана, лицей, интернаты, салтанат сарайы, инновациялық шығармашылық орталық, дене шынықтыру сауықтыру кешені, инженерлік инфрақұрылым кәсіпкерлік нысандар қарастырылған. Тұрғын үй қоры 358.100 шаршы метрді құрап отыр. Халық саны 14400 адамды қоныстану жоспарланды. Әулиеата ауданында 5 қабатты 22 тұрғын үйдің құрылысын салу нысаны бойынша жобалық сметалық құжаттамалары 23 жылы әзірленіп, бюджеттік өтінімі беріліп, қазіргі таңда қолдау тауып отыр. 30% қаражаты биылғы жылға қарастырылған. Құрылыс монтажы жұмыстарын жүргізуге заң талаптарына сәйкес құжаттар әзірленуде. Баяндамам аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Құрметті депутаттар, Нұрсұлтан Арқабаевна сұрақтарыңыз бар ма? Кешегі тұрақты комиссияның отырысындағы айтылған мәселе бойынша осы үш мөлтек аудан бойынша толық ақпарат сіздерге папкаларыңызға салынды. Қараңыздар, сұрақтарыңыз бар ма? Микрофон қосыңызшы, Бауыржан Ауланбекұлы. Естілмей жатыр. Кеше бұл информация болған жоқ, Нұрсұлтан Арқабаевич. Бүгін азымен берді. Үлгерген жоқпыз. Қазір сессия басталды, мынақта қанша 1, 2, 3, 4, 5, 6 үлгерген жоқ болып қалшы. Не бар мынақта, не қандай пояснение жоқ. Құрметті депутаттар, кеше берілген ескерту бойынша жиналыстан шыққан бетте сағат 5:00-де жолданған болатын бұл информация. Бүгінгі таңда сіздерге қалай жеткенін мен хабарсызбын. Кеше берілді. Жарайды, сұрақтарыңыз болса қояйық, бәрі есеп беріп жатыр ғой. Кешеді бері естіп жатсыздар. Мәселе болса қояйық. Сол үшін сессия. Бар өкілдер қатысып отыр. Инфекциялық аурухана туралы 250 орындық деп. Сізге бір сұрағым бар. Бүгінгі таңда қанша койкіднеймен жұмыс істеп жатыр инфекционный?
больница. Және нормада қанша берілген, и қаншасы выполняемыз койкетін үйдің. И мына 250 орындық аз деп, сонша проектіні тоқтатпасты деп кеше естік, шырылдап отқанымыз сол. Өйткені бүгінгі біздің Тараз қаласында ең соңында қалып кеткен инфекциолог аурухананы білесіз, ескі соғылған жағдайы жаңа заманауи ауруханамен салыстырғанда көп төмен. Кіріп шығу жағы сақталмаған. Қанша сақталса да бүгінгі таңда Сантпиға келмейді ол. Оны мен дәрігер ретінде жақсы білемін. Енді сол не үшін жауап бере аласыз ба? Тоқтатып тастады деп естік, кеше осы жерден естіп. 250-ге барлық жерден өткен документ, толық өткен. Енді соғайын десе 250 орын аз, оны 320-ға көбейтеміз деген сөз кеше естік. Сол насколько реально? Меніңше нереально. Жай сөз. Менің ойымен, кешіріңіз. Соны жауап бересіз ба? Гектар аз деп. Нұрсұлтан Арқабаев, кеше бөлінген гектар оған жетпейді деп отырсыз ғой? Жоқ. Солай ма? Аталған емханаға біз қосымша жер кесіндісін қосып беріп шешім шығарып бергенбіз. Ол жерде мәселе жоқ қой. Қандай мәселе ол жерде? Жоқ, бұл жерде қойылған мәселе жоқ. Олар қосымша бізге жобаның жаңағы койка мәселе ұлғаюына байланысты ұсыныс берді. Біз қосымша жер телімін кесіп бердік больницаға. Ол жерде жер бойынша ешқандай мәселе жоқ. Жоқ, кеше Нұрсұлтан Арқабаев Бақытжан Әмірекович, кеше кімнің Нұрсұлтанның әңгімесі бойынша былай болды. Осы егжей-тегжейлі жоспарда осындай койка мескіға, осындай жер құжаты белгіленген егжей-тегжейлі жоспарда бекітілген деді. Ары қарай, значит, сол бір жоспар бойынша кетеді, ал анау артық орынға жер жоқ деп түсінген ғой мәселені көтеріліп отқан. Бұл мәселе толық шешілген. Кім қайда? Темірхан Талқайшы. Темірхан Талқайшы. Кеше сіз бола алмадыңыз, ана замыңыз. Біз қосымша жер кесіп бөліп бердік қой. Толық шешілген мәселе. Шешілді ғой мәселесі. Енді Нұрсұлтан Арқабайұлы бұл мәселені білмеңіз, енді үлкен қателік. Енді құрметті депутаттар, аталған жоба негізі біздің қала бөлім арқылы өтпейді ғой, құрылыс бөлім арқылы өтпейді. Тек қана жер бөлу ғана мәселесі біздің жер қатынастар бөлім арқылы өтеді. Бұл жобаларға құрылыс бөлім арқылы ешқандай құжаттар өтпейді. Сондықтан Нұрсұлтан Арқабайұлы бұл мәселені білмеуі сол себеп шығар деп ойлаймын. Бірақ негізі ол жерде жер мәселесі толық шешілген, қажетті қаулылардың бәрі қабылданып, біз жер мәселесін толық шешіп бергенбіз. Қазір менің білуімше жобалық құжаттамалар дайындау бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Қашан басталады ориентировочно? Басталуы 25-26-ға қарай ма? Құрылыстың?
Қаржы бөлінді ғой экспертиза өткен. Қаржы бөлінді оған да. Мынау жаңағы больницаның құрылысына да экспертизасын несіне жобалық құжаттарына қаржы бөлінген ғой уже. Қаржысы бөлінген да. Жақсы. Сұрақтарыңыз бар ма тағы? Рұқсат па сұрақ қоюға? Депутат Жуманкулов. Кеше 14 мөлдек бойынша мен бір-екі сұрақ қойған. Мынау жерде берген мәлімет бойынша көп салу аурухана салынады деп мәлімет берді бөлім басшысы. Емхана салынады деді. Осы бойынша денсаулық сақтау басқармасына сұрағым бар еді. Көп сала ауруханаға ол жерде жер қазір бөлінбеген ғой, сіздерде ондай проект жоқ қой. Сіздер ол жерде қалай көп сала аурухана саласыздар? Көп сала ауруханаға басқа жерден жер бөлінді ғой. 16 мөлтектен бөлініп отыр ғой. Оның несі бар? Қолдарыңызда оның қосақтары бар. Ол облыстық көп бейінді аурухана ғой айтып отқан. Емхана деп отырсыздар сондай. Содан кейін анау 15 мөлтекте 2 медпункт деп беріпсіздер мәліметті. Медпункт деген 53 мың халыққа медпункт соғылмайды ғой. 53 мың халыққа емхана салынады. 30 мың халыққа бір емхана салыну керек. Осы мәселе бойынша кеше бұл кісі енді айтты, мен онда нем жоқ, оны денсаулық сақтау басқармасынан сұрау керек деп. Сол себептен осы екі сұраққа жауап беріңізші. Елу келушіге деп айтты кеше. 50 келушіге 50 мың халыққа шешпейді мәселені. Еріктілер қазіргі халық 5-ші емханаға барады. 5-ші емхананың өзінің территориясы, өзінің населениесі бар. Кезек пайда болады. Елдер қанағаттанбайды. Олар барады, айтады, ертең кел, бір күні кел, бір айдан кейін кел деп. Сол себептен бұл шұғыл түрде шешілу керек қой бұл мәселе. Жер бөлінген ба? Он? 15-ші мөлтек ауданда да? Реализация проекті қашан? Мына жерде депутаттар отыр ғой, олар айтып барады ғой қазір халыққа. Осындай болатын болды деп айту керек қой олардан. Қашан бұл срок? Құрылысы басталды ма оның? Кемел қайда Кемел? Кемел біле ме? Білесің құрылысы басталған? Жанұя поликлиникасы соғып қойды, бітіп қалды деп естідім. Өзің білмейсің, хабарда жоқ, жақсы. Мынау 14-ші микрорайон көп салалы аурухана не аурухана ол? Мына мәліметті сөйтіп берді бөлім басшысы, ол айтты, маған денсаулық сақтау басқармасы берді деді бұны. Мен бұл кісіде не жоқ ешқандай. Көп салалы аурухана деп тұр, емхана деп 14-ші мөлтекте сіздерде тұрғындардың саны кешегі берген 14 мың. Ол жерде емхана емес, ол жерде орталық болу керек. 14-ші мөлтек ауданда ма? Сөйтіп жазып берің ғой, мына бізге оқып берді, бізге сұрадық, неге деп едік, денсаулық сақтау басқармасы солай берді деді. Сонда нақтырақ айтқанда ол жерде больница емес, ол жерде емхана только. Жер мәселесі шешілген. Құжаттар қаржы бөлінген ба бүгінгі таңда оған? Енді бөлінеді. Содан кейін 14 пенен 16-ға мынау жедел жәрдем станциясы несін қарастыру керек, подстанциясын. Енді мынау 15-ке шешіпсіздер ғой, егер жаңағы опцияның артынан соғылса, ол бара салады, 10 минутта жетеді ол. Все, ол жерде проблема шешілді. Ол значит 15-ші мөлтекке салудың қажет жоқ подстанцияны. Өйткені олар опцияның артынан соғып жатыр. Ол жерде доезд 10 минут ішінде жетеді. Ол проблема шешілді, оны алып тастау керек онда мынау не мәліметіңізден да сіздің. Енді подстанция дегенде уже соғылып жатыр, ол шешіліп отыр ғой. Онда мынау 16 менен 14-ке подстанция керек. Өйткені ол минутта барамайды, орталықтан ояққа скорый помощь 10 минутта барамайды. Ол нормативке сай келмейді жерден. Ол қарастыру керек. Өйткені мына жерде жоқтан мына берген мәлімет бойынша емхана мен көп салалы аурухана деген. Сол себептен біз солай жөн көрдік, сіздерді шақырып, сіздерді нақтылап. Иә, міне нақтылап алайық дедік оның барлығын. Мына жерде 14 мың халық, неде 53 мың халық, 15 микрорайонда. 16-та да где-то 17 мың халықтай болайын деп отыр. Енді 10 мың халыққа бір бригада скорой помощи жоспарлау керек қой уже. Білесіздер ғой. Подстанция болу керек. Болды, басқа сұрағым жоқ, рахмет. Ереке, мүмкін болатын болса, осы көтеріліп отқан мәселелер бойынша басқарма тарапынан толық ақпарат берсеңіздер,
иә, құрылысы қай уақытта басталады, жердің мәселесі бар, қаржы мәселесі бар. Өйткені біздің азаматтар, депутаттар қазір халықпен кездеседі, олармен жаңағы прием қабылдау жасайды. Сол кезде сол халыққа жеткізгенімізге сіздермен бірге тірлігіміз бар ғой. Сол толық ақпарат мәслихатқа берсеңіздер, біз әріптестерге, депутаттарға жеткіземіз. Так, жақсы, тағы бір сұрақ дейді. Военкомат. Өйткені соған шағын өте көп. Муниципалитетте барлық нелері бар, зерттеу қамалы. Правильно. Неге ауысты сол? Бұның тапсырмасы. Ешқандай дайындық жоқ, кешіріңіз. Рентген бар ма? Жоқ. Флюра жоқ. Басқа сопутствующий исследование жасаймайды ма? Олар дайынымыз қалай өтетініне соның таңым бар. Соны қайтадан қараңыздар. Бұл жерде өте күнде шағын істейді. Күнде бір шағын істейді. Еще ана халықтың несін алып алған, сол дәремет, бір 10% поликлиниканы жарайды алсын. Соның үстіне мыналардаған, соның кесірінен оларда. Күніге барып көріңіз, қандай кезекте тұр елдер. Сол халықтың шағымнан кейін мен айтып жатырмын, кешіріңіз. Мұрат Асымғаш, бұл мәселе бойынша депутаттық сауал официально облграпқа жолдайық. Ереке, сіздерге официально біз сауал жібереміз. Надо зерделеп, ол мәселе ұтып алғанда емес қой, бұл жерде халықтың жағдайын қарау керек жердегі. Иә, халықтың тарапынан наразылық болмау керек жерде. Түсінеміз, байқау, конкурс, тендер дейсіздер, бірақ оның артында халық тұр ғой. Сондықтан ондай нәрсе болмау керек. Біз официально запрос жасаймыз, зерделеңіздер, қараңыздар, көріңіздер тағы да. Хорошо? Жақсы, рахмет. Так, сұрақ бар ма тағы да? Просто у меня вопрос. Кешіріңіз, мен Тілеубек сізге 15-ші микрорайонда 53 мың население тұрады дейсіз. А медцентр жанұя қанша посещениеға соғып отыр? 250, 250 посещения в смену, да? Врачебная амбулатория, но врачебная амбулатория 50-100 человек в смену будет, 200 человек в смену. Они смогут, потому что 53 тысячи населения, Марасипеш, это огромное это население же, это во-первых. Во-вторых, они смогут, вы вообще изучили их, это первый вопрос. Второй вопрос, вы сказали, от 250, которые было инфекционной это больница, это стационар, да, вы ее увеличили 350. На основании чего? Марат Ситбекович, у нас идет сокращение коечного фонда, да, во-первых. Это в ваше время, по-моему, этот проект был запланирован, стратегический план. Но на сегодняшний день какова была такая необходимость увеличить коечный фонд инфекционного кабинета, это больницы, потому что идет сокращение коечного фонда, это во-первых. Во-вторых, инфекция на сегодняшний день идет, да, после коронавируса, да, недавно было вирус, коры заболевания, сейчас идет коклюш, но это все идет не таком масштабном. А сейчас будете ложить туда ОРВИ, будете утяжелить ее с пневмонией. А зачем государственные деньги на такие вещи тратить? Почему? Марсфикс, это, по-моему, это ваш проект был, 250 коек, да? Обоснование... Депутатский сауал дайындаңыздар оны, давайте по всем этим вопросам. Обеспеченность коек завтра будет простаивание, да? Давайте совместный сауал дайындаңыздар онда по всем вопросам облграпқа қатысты мәселе бойынша. Я соның күйін жіберейін. Келістік па? Басқа сұрақтар бар? Халыққа өте керек сұрақтар. Әрине, бүгін басшының өзгегінде дұрыс болатын еді, сіз бірінші орынбасарсыз ғой. Иә, орынбасары басшысы жаңа сұранды өткені. Зампадетствоның болмағанына облграпта 2 жыл болды. Вакансия. Екіншіден, бұл кісіні жақында ауыстырса, бұл кісі хирург қой, зампадетствоны сіз алып кетеді деп айтамын, кешіріңіз. Ол акушердің болмаса, гинекологтың орны. Екіншіден, ана педиатр деген вакансия тоже 2 жыл. Әр ауданнан ауыстырады екенсіздер. Бір ай кеп, сол бір ай келген адам жұмысын шешпейді ол. Ол соткысымен ойнап, бір айын өткізеді де қайтады. Облграпта бүгінгі таңда осындай үлкен проблема бар.
Енді Мұрат өкінішке Азбаш, облысқа оны да шыға алмаймын қосайық. ғой. Соны Ол жоқ мәселені бересіз де. ба, шет жағасына. Иә. Жарайды, хорошо. Мұрат Азымханович, оны мына жаққа қосылып, сауал ретінде қосыңыздар да, соған қол қойыңыздар барыңыз. Начальника отдела, лекарственного отдела нету. Там раньше было это человек с провизорским, да, провизорским Бәрін пенсияға шығарып специальностью. жіберді. На сегодняшний день экономист сидит. Пенсионерлердің бәрін жұмыстан шығарып жіберді. Ол кім істеп жатқан, әрине, ол басшының тірлігі, сіздің емес. Сол басшы бізге керек па, сырттан келіп жамбыл облысын талқандап жатыр 2 жыл болды. Нет, я это не Бар хочу. нәрсені айтып отырмын. По медицине провал қазір. Полнейший Это- провал. Насчет АЛО. У нас проблема. Марат Степанович, когда вы работали, там был Гульжазира Сечанна, провизор. Сейчас экономист сидит. У нас проблема по АЛО, это лекарственным средствам. Потому что где-то что-то нет, а это человек экономист, понимаете, не специалист по этой части, по орфанным заболеваниям. У нас очень большие проблемы сейчас. Күйсін, давайте ары қарай не қылмай-ақ қояйық. Рабочим порядке давайте по всем этим вопросам подготовьте специально керек па облыстық басшылыққа жазайық. Давайте сауал дайындаңыздар по всем этим вопросам и жауабын алайық. Басшылыққа жазу керек. Нұрсұлтан Арқабайұлына қатысты сұрақ бар ма басқа тағы? Менде бар. Пожалуйста. Иә, барлығы денсаулық сақтау басқармасына кетіп қалдық. Официально дайындаңыздар сауалдың барын Перед жауап сюда алайық. можно, да? Я как старший вот такой. Бахтияр Нурбекович, я к вам это. Вот видите, когда дискуссия по да? Вчера информацию, которую вот Нурсултан Архабаевич дал, выпустил много чего не действительно, много что эти у нас нестыковки. Потом вчера я как инженер задал вопрос. Это хорошо, вы все строите. Где инженерная инфраструктура, где информация по инженерной инфраструктуре? Строительство одно, а где подземная и надземная инфраструктура? Информация предоставлена мне сегодня утром вот. Иә. Зам были СП, Маслихаттың заңын. Нақты конкретный вопрос задайте. Нақты сұрағыңызды қойсаңыз, қай округта, қай мөлтек ауданда? 16 микрорайон. Так. Да. Информация вчера предоставлена мне просто зам бойынша Маслихат. Маслихат, допустим, бізге 5 күн алдында жібереді. Екінші, сіз, если Маслихат бізге 5 күн алдына жіберсе, сіз информация толық беру керексіз. Бүгін қазір бердіңіз 8 страниц. Үлгерген жоқпыз біз. Үлгерген жоқпыз. Конкретный вопрос есть, Бауыржан? Нақты сұрағыңыз бар ма? Я к вам просьба. Вы, пожалуйста, ваши вы примите меры. Что это такое? Жақсы. Хорошо? Принимается. Я принимается. И не надо ваши. Потом екінші вопрос. Мен сізге кеше айттым. Өткен сессияда біз 12,5 миллион бердік сізге. Менің байланыста тұр. Ертең депутаттар отырды. Ертең сағат 9:30-да барайық, көрейік. Қанша люк алдыңыз, қанша істедіңіз? Сіз айттыңыз 16 микрорайон. 15 шағын аудан. Вот. Хорошо? Сағат 9:30-да мына жақта кездесейік бәріміз. Сіз аппаратта. Жоқ, қазіргі таңда айттым ғой кеше. Конкурста әлі анықталған жоқ. Фактически сіз Жапқанда көрсетейін, жарайды. Сіз айттыңыз. Что был чугунный? Сіз чугунный пластмасса. Чугунный беріп отырмын. Конкурс. Заявка. Нет, давайте он, Бауыржан Ильич, оны жаңағыдай келсек. Давайте, не давайте. Подождите, закончу. Ответ конкретно маған керек. Конкретно айтып тұрмын ғой. Мен қазір енді сізге кеше жауап бердім. Қазіргі таңда Бауыржан Омарбекұлы, кешіріңіз сіздің сөзіңізді бөлгеніме. Бақшадан Сұрағыңызды нақты қойсаңыз, сіз қазір жүйеден бастадыңыз, одан кейін крышкаға өтіп кеттіңіз. Нақты сұрағыңызды мен емес, осында отырған бір адам түсінген жоқ. Я прошу вас четко сформулировать свой вопрос. Я прошу вас, по первому вопросу, я прошу вас принять меры. Я это понял. Понял. Второй вопрос. Я вчера на комиссии мы обсуждали. Мы правильно, мы теперь договорились. Теперь я, допустим, как депутат, я требую, чтобы вы показали нам. Что конкретно скажите, пожалуйста? То, что мы вам дали, 12,5 миллионов. 12,5 миллионов что? Денег выделили на прошлой сессии.
на закуп крышек. Канал люк бар ғой, люктарға. На закуп, люке выделены На закуп средства. и закрытие, которые опасны для населения. подождите. которые это будет. Насколько я помню, мы деньги выделяли только на приобретение. Я. Да. Только, подождите. Вчера Вы можете еще раз поднять бюджетную заявку. Установка, там, насколько я помню, у нас установки нет. Нурсултан Архавеевна. Касательно приобретения. На сегодняшний день конкурсы проведены? Конкурс жүріп жатыр. Конкурс Қорытындысы идет. шыққан жоқ әлі. Идут конкурсные процедуры по закупу. Пожалуйста, если есть вопросы, пожалуйста, да, мы у ответим. меня вопрос. Посмотрите, ваша информация не совпадает с его информацией. Вчера он нам заявил, люки, говорит, которые 29-го конкурс будет открытие. Но Открытие мы, будет. да, этого, который на балансе у строительства его отдела. Но мы вчера сделали так, типа, мы уже КХ, уже люки взяли, которые на балансе дворцу, и уже закрыли. А сейчас он говорит, что не закрыли. Как вы говорите? Сіз қазір мені шатастырып тұрсыз. Енді Мен қорытындысы айтқан шыққан. кеше сіз тоқтаңыз. Кеше сіз депутат Мен болып тұр ғой. маған сөз Біз Құрметті депутаттар, жауап кешіріңіздер. Сіз мені кешіріңіздер. Бірақ жабылды, жабылмады, осы жерде талқыланатын мәселе емес шығар. дұрыстап информация. И кешегі Жақсы. астық берген мынау керек емес. Жаңағы информацияны кеш беру туралы мәселеңізді мен назарға аламын, қажетті шараларды қабылдаймын. Қабылдап. Жақсы, рахмет. Басқа сұрақ бар ма? Болды ма? Жақсы, отыра беріңіз. Құрметті әріптестер, кеше Тараз қалалық мәслихатының инфрақұрылым коммуналдық шаруашылық жер есебі қатынастар жөніндегі тұрақты комиссияның есебі кеше қаралды. Бұл жерде тыңдадық. Сондықтан да осы екі мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасын дауысқа қоям. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы, қалыс жоқ. Шешім қабылданды. Күн тәртібінің келесі мәселесіне көшеміз. Білім беру мекемелерінде ыстық тамақпен қамтамасыз ету және асханалардың санитарлық гигиеналық талаптарға сай болу туралы. Аталған мәселеде кеше тұрақты комиссияда жан-жақты қаралды. Қайта тыңдаудың қажеттілігі бар ма? Қажет жоқ деген ұсыныс бар. Қажет жоқ. Дұрыс. Бірақ нәрсе, облыстық білім басқармасы бар ма? Значит, кеше сіздерге қатысты осы жерде біраз мәселелер көтерілді. Жаңа басшыңызбен сөйлестік. Бақытжан бір ұсыныс. Мынау білім басқармасымен бірлескен, қалалық білім басқармасымен бірлескен, бізбен қатар отырып бір нақты жиын өткізсек. Өйткені неге? Көптеген мәселелер бар, келетті қаржыға тіреледі. Біздің білім басқармасы қалалық оны шеше алмайды, облысқа ұсыныс тастайды, ол жақта қаралмайды. Сондай мәселелерге айналып кеп, мектептің директорларын ұрамыз, кеше осы жерде слайдпен көрсетілді, айналып келіп бәрі қаржыға тіреледі. Сондықтан біз кеше білім басқармасына қалалыққа тапсырма бердік. Бізге осы бір апта 4-5 күннің көлемінде қала бойынша күрделі нәрселерді зерделеп, қай жерде нақты нәрсе шешілу керек, соны бізге қарап ұсыныс беріңіздер. Содан кейін бірлесіп отырып, сіздермен қарайық дегенге келдік. Сондықтан басшыңызға тағы да сәлем айтасыз. Біз осы буквально жақын күндерде сол мәселенің бәрін алайық, бірлесіп отырып қарайық. Өйткені анау кейінге шегеріле береді, ол мәселе ертең балалардың өмірі. Біз бұл мәселеге мынау тамыз айында қайтадан ораламыз дедік. Өйткені мектептің жаңа жылға дайындығы барысында, соны талқылау аясында біз бұл мәселеге қайтып келеміз дедік. Сондықтан бұл мәселені тоқтатып отқанымыз сол. Келістік бар әріптестер? Келістік. Все, жақсы отыра беріңіз. Менің құрметті төраға, менің бір сұрағым бар еді. Раушан Пернешевна. Осы мәселеге байланысты ма? Хорошо. Жоқ, осы мәселе емес. Жаңағы Батырхан Тоқтағұлдың осы білім саласына бойынша маған сообщение жіберіпті. Бүгін өзіне жаңағы замминистрге, вице-министр келіп шыға алмай жатыр екен жұмыстан. Мына бізде 45-ші гимназия бар ғой. Сол жерге берілген биылға 200 орын екен да. Сол жерге 70 бала жаңағы ручной жаңағы портал арқылы емес 70 бала ручной қабылданды дейді. Соны ego портал істемеді деп сондай ақпарат беріпті да. Ол айтады, ондай ешқандай акті жоқ, не заактированы, порталдың бәрі істеп тұр. Соны айта сал деп. Норман Бөлдішін, давайте былай келсек. Ол бүгінгі сессияның несіне темасына келмейді. Мен онымен білім басқармасы оны, қалалық білім басқармасы оны құйып жатырмын ғой. Түсініп отырмын. Сондықтан Раушан Пернешевна,
Ол мәселемен қазір сессияның отырысы біткеннен кейін кездесейікші. Мақыма бір мәселе бар екен, жаңа ол маған айтып еді. Мен оны қазір өзіміз қарастырамыз. Хорошо? Өйткені бүгінгі темаға келмейді, бүгінгі тема ол ыстық тамақ мәселесі. Сондықтан, құрметті әріптестер, кеше бұл бойынша да біздің тұрақты комиссияның, мәслихаттың білім беру әлеуметтік мәселелер жөніндегі тұрақты комиссияның төрайымы Эльмира Елеусізовна баяндамасын жасап кеше қаралды, қайта тыңдаудың керегі жоқ деп ойлаймын. Жоқ па? Онда рахмет. Онда осы мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Так, келесі мәселе бойынша жер учаскесі мемлекет мұқтаж үшін алып қоюға байланысты шарттардың жобасына келісім беру туралы. Бұл мәселе қолданыстағы заңнамаға сәйкес 24 жылдың 13 маусымда тұрақты комиссияның отырысында жан-жақты толығымен қаралды. Темірхан Талқайұлына сұрақтарыңыз бар ма? Қосымша. Темірхан Талқайұлы, бір ауыз тұрсаңыз. Так, сұрақ бар ма? Енді комиссияның тұрақты комиссияда қаралды, біздің әріптестер қарады, сөйтіп сессияның қарауына бекітуге ұсынып отыр. Құрақты сұрақтарыңыз болса, пожалуйста. Неге оқымайды, кеше оқыған жоқпыз асығып. Бүгін оқып берсін. Пожалуйста. Темірхан Талқайұлы. Неге бөле бересіз? Кеше салдырмадыңыз, бүгін оқытпадыңыз. Жақсы. Тыңдайық не болып отқан. Тұрақты комиссияда қаралғаннан кейін айтып отырмын. Тыңдаймыз десек тыңдайық. Төрағасы жоқ, ол бізге мәлімдеме айтты. Жақсы, хорошо, тыңдайық. Құрметті Тараз қалалық мәслихатының төрағасы және мәслихат депутаттары, Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы жер кодексінің 84, 85, 86 баптарына сәйкес мемлекеттік мұқтаж үшін жер телімдерін иеліктен шығаруға байланысты жер учаскесін немесе өзге де жылжымайтын мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығарудың басталуы туралы Тараз қаласы әкімдігінің 1147 қаулысы қабылданған. Бұл қаулыға сәйкес Астана егжей-тегжейлі жоспарлау жобасын іске асыру үшін медициналық әлеуметтік мекеме ғимаратының құрылысын мемлекеттік бюджет есебіне жүргізу үшін Тараз энерго орталық акционерлік қоғамның жекеменшік құқығындағы Тараз қаласы Төле би даңғылы 49 бір жайда орналасқан нысалы мақсаты үй-жайларға, құрылыстар мен ғимараттарға құрылыс жүргізу үшін және қызмет көрсету үшін көлемі 3136 шаршы метр жер телімін мемлекеттік мұқтажынан қайтару ұсынылып отыр. Бұл жерде мемлекеттік мүлік туралы заңға сәйкес тәуелсіз бағалаушы жер телімінің бағасын анықтаған. Бүгінгі таңда жер телімінің бағасы 139 миллион 295 мың 320 теңге болып анықталған. Мүліктің иесі, яғни Тараз энергоорталық акционерлік қоғамның келісімі бар. Бұл сұрақ мәслихаттың тұрақты комиссиясында қарастырылған. Депутаттар келісім беріп, осы мәслихаттың қарауына ұсынып отыр. Сұрақтарыңыз бар ма? Пожалуйста. Бұрын қандай мекеме болған ол жерде? Бұрын ол жерде Тараз нан зауыты болған. Хлеб завод па? Хлеб завод. Құрметті депутаттар, мен осы жоба бойынша қысқаша мәлімет беріп кетейін. Аталған жер учаскесі мынау Төле би бұрынғы нан заводтың аумағы. Қазір Тараз энергоорталығына тиесілі жер. Ол жерде соттың шешімімен 3 қабатты құрылысы аяқталмаған ғимарат Тараз энергоорталығының теңгеріміне берілген. Біз облысқа өзіміздің ұсынысымызды бердік. Сол ғимаратты бізге беру туралы жер учаскесімен бірге ол жердегі біздің алға қойған жоспарымызға сәйкес ол жерде мынау біздің ардагерлерге арналған орталықты ашу жоспарда бар. Мынау қазір сатылып алған жер учаскесі заңға сәйкес біз мемлекет меншігіне жерді сатып алып жатырмыз. Бірақ құрылысын қазір оның жобасы дайын. Алдын ала есеп бойынша 450 миллион көлемінде қаржы. Оны біз демеушілердің есебінен биыл құрылысын жүргізуді жоспарлап отырмыз. Сөйтіп жыл соңына дейін біздің ардагерлерге сол орталықты пайдалануға беру туралы алдымызда мақсатымыз тұр. Енді өздеріңіз білесіздер, қала аумағында ардагерлердің орталығы туралы көп жылдан бері айтылып жатқан мәселе. Былтыр мына облыстық басқарманың бастамасымен облыс орталығында
жалға алып қазір мынау Зербұлақ аумағында ардагерлер орталығы жұмыс жасап жатыр, бірақ бүгінгі таңда ол жерде орын тапшылығы бар, сыймай жатыр. Сондықтан осындай шешім қабылдандық. Мынау аталған жер учаскесі сол мақсатқа сатып алынып жатыр. Мемлекет меншігіне. Бір сұрақ. Сол ақсақалдар шешім бола ма? Иә. Сол ақсақалдар кезінде, одан да жақсы неге бармаймыз, алыс деп еді, жол деп айтқан жоқ па? Кенен Әзірбайға бармай қойды ғой, мен білуімше. Иә, Кенен Әзірбаевадағы орталықта алыс бармаймыз деп қазір. Иә, мына шешімімізден біздің ардагерлер қазір келісіп отыр. Жобаны біз ол кісілерге таныстырдық. Қазір толық қолдау көрсетіп отыр. Баяндама бойынша медицинский центр дедіңіз. Ол медициналық орталық болып саналады, классификация бойынша. Это центр долголетия. Жоқ, медициналық әлеуметтік. Медициналық әлеуметтік нысан. Менің информация бойынша, допустим, менің информация бойынша бывшая территория хлебзавода 2-3 гектар. 1 гектар. Аумағы 1 гектар. 1-1 гектар. 30 сотка ғой. Иә. 30 сотканы соны отчуждение болды ма? Аталған жер учаскесін біздің ұсынысымыз бойынша Тараз энерго орталығы 2-ге бөлді. Бір бөлігін қалаға осы біздің айтқан мақсаттарға беру туралы шешім қабылдап отырмыз. Қалғанын аукцион арқылы қазір нарыққа шығарып, бәсекелестік ортаға аукцион өткізіп, аукцион арқылы сатылады. Құрметті Бақытжан Әмірбекұлы, Темірхан Талқауұлы, өткенде тұрақты комиссияның отырысында осы жер телімі туралы бір емес 2 рет жиналдық. Сол кезде 3 этажды, 3 қабатты құрылысы бітпеген осы жерде жаңа здание бар деген әңгіме вообще болған жоқ. Мүлдем болған жоқ. Бүгін енді сіздің сөзіңізден естіп отырмыз, 3 қабатты құрылысы аяқталмаған 3 қабатты ғимарат тұр ол жерде, жер учаскесінде 33 сотық жерде. Құрылысы аяқталмаған. Бірақ енді ол қаланың тура ортасында 33 сотық жер 139 миллионға ол өте арзан. Арзан дейсіз ба? Өйткені біз басқаларды қарап жатсақ, осы уақытқа дейін бірнеше мысал алып келуге болады. Енді бюджет есебінен сатылып алынғаннан кейін біз мүмкіншілігінше арзан алуды мақсат қойып отырмыз. Қымбат алып мәселе басқа. Иә. Ол жағы да бар. Так, бар ма сұрақтар басқа? Рахмет, Темірхан Талқауұлы. Құрметті әріптестер, осы мәселе бойынша. Бар ма сұрақ? Құрметті Бақытжан Әмірбекұлы, құрметті осы мәселе бойынша бар ма? Или отыра берсін ба Темірхан? Қысқа мәселе бойынша. Құрметті әріптестер, меніңгі мәселем ол зерделеу барысында халықтармен кездескен бойынша біршама наразылық тудырып жатыр. Ол сіз айтып жатқан Зербұлақ. Зербұлақ бойынша халыққа бағасы қолайсыз, әлі алдында тегін шомылып жүрген табиғаттың сыйына қазіргі не себепті біз ақша төлеу керек деген. Арман Бейсенбай, мына біз мәселемізді бітіріп алайықшы, ондай сұрақ болса соңына таман қалдырайық. Мынау мен қазіргі қойылған сұрақ бойынша. Бұл сұрағыңызға мен жауап берейін, бірақ мына күн тәртібіндегі мәселе. Күн тәртібіндегі мәселені бітіріп алайық, ондай сұрақтар болса соңынан не қылайық? Соңынан қарайық. Қазір соңынан бітіріп алайық та сессияның мәселесін. Сессияның сұрақтарын бітіріп алайық, содан кейін, пожалуйста, сұрақ қоюға уақыт болады. Так, мынау жаңағы мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Сондықтан да кім қолдайды, көтерулеріңізді сұрайым. Так, кім қарсы? Арман қарсы ма? Қарсы жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Так, күн тәртібінің келесі мәселесі бойынша Тараз қаласы бойынша шетелдіктер үшін 2024 жылға арналған туристік жарна мөлшерлемелерін бекіту туралы кеше тұрақты комиссия отырысында жан-жақты қаралды. Қосымша бар ма тыңдауға? Қажеттілігі жоқ па? Онда шешім жобасы қолдарыңызда бар. Ал. Мен пожалуйста, айтып отырмыз ғой енді. Қайда? Кім қайда? Айдын Алтай. Айдын Айдеке сізге бір вопрос. Мына біраз болды уже жұмыс істеген сізге турист жағынан, туристический қанша ақша бөліп отыр да? Менен бір сұрақ, инвестиция жағынан қанша ақша келді? Бюджетке қанша ақша келді, допустим, хорошо, соңғы бір жылдықы. Допустим, хорошо, біз туризмге қанша ақша бөліп отырмыз, анан салып отырмын, мынаны салып отыр, возвратная сторона қанша ақша келді, допустим, қанша турист келді, қанша ақша келді, қандай инвестиция келді. Жоқ, давайте инвестиция мәселесін давайте депутаттық сауал ретінде қалдырайық. Мынау
темаға байланысты, жарнаға байланысты, туристке байланысты сұрақ болса қояйық. Турист жағынан ғой? Иә. Ну, мен что-то лишнее говорю, что ли? Жоқ, инвестиция деп жатсың ғой сен. Ну, соның ішінде инвестиция бар шығар, айтсын. Айдын Алтаев, Жауап мына жаққа беріңіз. келіңіз, микрофонға келіңіз. Әріптестер, темадан ауытқымайық. Теманы бітіріп алайық, сессияның мәселесін сөйлеуге, қалған сұрақтар болса жауап береміз. Осында отырмыз ғой сол үшін. Жалпы биылғы бізге Тараз қаласына 78 мың адам келген, ішкі туризм бойынша. Сырттан келген шетелдік азаматтардың саны 2552 адам, сырттан келген азамат. Инвестиция бойынша биылға 3,9 миллиард инвестиция келді. Ол біздің салынған нысандар бар, инвестиция туризм саласына қатысты. Одан бөлек, өзіңіз айтып отырсыз, біз ақша бөлінді. Бізден мемлекеттің тарапынан жылда биыл Бақытжан Әмірбекұлының қолдауымен 51 миллион, қосымша 17 миллион ақша бөлінді. Содан кейін балаларды демалысқа апаруға 7 миллион ақша бөлінді. 1000 баланы қамтыдық, оны көрген шығарсыздар. Барлық ата-ана оқушыларды қала бойынша экскурсия жасадық 1000 балаға. Одан бөлек өткенде біздің мынау Тараз енді көне қала болғаннан кейін біздің 4 ұйым бар. Сол кісілерге өткенде не жасаған едіміз? Әркім өзінің өнерін, қол өнершілерінің заттарын істеп, соны өткіздік. Сондықтан қазір биылға бізде инвестициямыз анау жылмен салыстырғанда 350%-ға орындалып отыр. Сұрағыңыз көрін болса? Тағы сұрақ бар ма? Жоқ, ол келгеннің бәрі бізде анау формальность емес, оның бәрі базаға тіркеледі. Оның барлығы базаға тіркеледі. Сол жерде келген азамат өзінің несін тіркейді базаға, база арқылы аламыз бәрі. Миграция бар. Бұл нақты ресми ақпарат. Жақсы. Сұрақ бар ма тағы? Болдық па? Жақсы, рахмет, отыра беріңіз. Құрметті депутаттар, осы мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Кім қолдайды? Көтерулеріңізді сұрайын. Түсірейік. Қарсы? Жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе, Тараз қалалық учаскелік сайлау комиссияларындағы босаған мүшелерінің орындарын қалыптастыру туралы. Бұл мәселе бойынша шешім жобасы қолдарыңызда бар. Сұрақ бар ма? Пожалуйста. Құрметті төраға, құрметті әріптестер, осы жерде түсініксіз болып тұр. 64-ші реттік бойынша редакциялау керек болады. Өйткені Жамбыл облыстық зорлық-зомбылық құрбандарына әлеуметтік көмек көрсету дейді. Сондықтан құрбандарына емес, зорлық-зомбылыққа душар болғандарға, болмаса басынан өткергендерге деп дұрыстау керек сияқты. Жақсы, қабылданды. Редакциялау. Хорошо түсіндім. Қабылданды. Тағы не мәселе? Жоқ па? Жоқ болса, онда шешім жобасы қолдарыңызда бар. Кім қолдайды? Көтерулеріңізді сұраймын. Түсірейік. Қарсы? Жоқ. Қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе күн тәртібіндегі Тараз қаласында 2023-24 жылдарға арналған Тараз қауіпсіз қала жобасын іске асыру шараларын жоспарын бекіту туралы Тараз қалалық мәслихатының 22 жылғы 23 желтоқсандағы 21-5 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Сұрақ несі бар ма? Жоқ болса шешім жобасын неге қоям? Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы? Жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Келесі мәселе Тараз қаласы әкімдігінің дербес құрамына келісім беру туралы Тараз қалалық мәслихаттың 22 жылғы 4 ақпандағы 12-4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы. Бұл мәселе бойынша да шешім жобасы қолдарыңызда бар. Шешім жобасын дауысқа қоям. Кім қолдайды? Түсірейік. Қарсы? Жоқ, қалыс жоқ, шешім қабылданды. Құрметті депутаттар, кезекті 16 сессияның күн тәртібіне енгізілген мәселелер қаралды. Сессияның жүргізу тәртібі бойынша ескертулер бар ма? Жоқ. Сессияның жұмысын жабық деп жариялайық. Ал енді сұрақтарыңыз болса, пожалуйста, қоюға рұқсат. Арман Бейсенбайұлы. Мен түсіндім сұрағыңызды. Жербұлақ қой. Жербұлақ, халықтың көкейінде тұрған сұрағы, ол жаңағы алдағы уақытта социальный төмен населенияға тегін бола ма, әлде бір жеңілдіктер бола ма, соны қарастырылған ба дейді. Жербұлақ туралы құрметті депутаттар, негізі Жербұлақ дегеніміз демалыс орны. Барлығыңыз олмен келісетін шығарсыздар. Демалыс орындарында қызмет түрлерін қамтамасыз ету бұл
бәсекелестік орталықта болу керек. Онымен де сіздер келісетін шығарсыздар. Солай ғой? Сондықтан Зербұлаққа біз кәсіпкерлерді тарту арқылы, инвесторды тарту арқылы, инвесторға Зербұлақты басқаруға беріп отырмыз. Дұрыс шешім деп ойлаймын. Бәсекелестік ортаға бергеннен кейін, ол жерде ең бірінші кезекте инвестиция көлемі, көрсететін қызметтің сапасы жоғары болу керек. Одан кейін біріншіден, одан кейін қауіпсіздік мәселелері. Зербұлақ бүгінгі таңда 1,5 миллиард көлемінде инвестиция жасалды кәсіпкерлердің тарапынан. Былтыр өздеріңіз білесіздер, уже аквапарк ашылды. Заманауи. Мынау республика бойынша бұндай аквапарктар сапасы осындай қызмет көрсететін санаулы ғана. Баға мәселесіне келетін болса. Былтыр біз осы баға мәселесін талқылаған кезімізде бүкіл республикадағы барлық осындай жобалар, ұқсас жобалардың бағаларын зерделеп, сонда бүгінгі таңда Тараз қаласы бойынша аквапарк қызметінің бағасы республика бойынша ең төмен, басқа өңірлермен салыстырғанда. Сұранысқа ие ма деген сұрақ тұрады. Қазір бір апта бұрын билет аламайсыз. Күнделікті сыйымдылығы 2000 адам, жобалық 2,5 мың, бірақ 2000 адамға дейін қабылдайды. Бір апта бұрын тек қана билет алып кіре аласыз. Сұранысқа ие. Қызметінің сапасы бойынша енді былтыр бірінші маусым өткізді, біраз кемшіліктер болды, бірақ биыл сол кемшіліктердің бәрін жою бойынша кәсіпкер қажетті шараларды қабылдап, биыл тұрғындар тарапынан шағым жоқ. Екінші, ол жерде мынау форелевое хозяйство ашылды. Оғанда 300 миллион көлемінде инвестиция жасалды. Бүгін қала тұрғындарының бір керемет демалыс орнына айланды деп айтсам, мен қателеспеймін. Көлге келетін болса, көлде тазалық жұмыстары толық жүргізіліп, ол жерде арнайы мембрана төселді. Қазір ол жерде осы бір жақын 1-2 күннің ішінде насостарды қосты ма насостарды? Ертеңнен бастап толтырады. Белгіленген кестеден кешігу бар. Оған объективті анау бар, себептер бар. Себебі ол скважиналарды уақытысында Зербұлақтың өзін бергенде ол скважиналар заңдастырылмаған болып шықты. Прокуратура тарапынан тексерістер жүргізілді. Соны қалпына келтіру бойынша, заңға сәйкестендіру бойынша жұмыстар атқарылып, қазір одан кейін екінші мәселе, ол жерде 9 скважина ғой айдын? Болды, отыра ғой. 9 скважинаның бүгінгі таңда жұмыс істеп тұрғаны тек қана 2 скважина. Қазір 2 скважинамен су толтыра бастайды көлді. Қалған скважиналардың бәрін қазір зерделеу жұмыстары жасалып, жөндеу жұмыстарын кәсіпкер өз қаражат есебінен жасау керек. Көлге 16 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін. 16 жасқа дейінгі балаларға тегін, бірақ ішкі ережесіне сәйкес 2 балаға бір ересек адам болу керек, бұл қауіпсіздік мәселесі. Это правило безопасности. Ересек сопровождающийға тегін емес. 16 жасқа дейін балаларға кіру тегін, 16 жастан жоғары ересек адамдарға қазір кіру 1000 теңге деп ұсыныс беріп отыр. Бірақ осы жақын арада бір шешім қабылдаймыз. Қазір мынау, бұл құрметті депутаттар, бәсекелестік ортаға бергендіктен бұл кәсіпкерлік нысан, бұл бизнес, бұл нарықтық заңмен жұмыс жасайтын кәсіпорындар. Біз оны түсінуіміз керек. Мемлекет тарапынан бұл жерде ешқандай бір тиын біз қаражат бөліп отқан жоқпыз. Бәсекелестік орта. Сондықтан тегін деген нәрсе енді бұл жерде бар, 16 жасқа дейін. Бұның барлығы кәсіпкердің өзінің шешіммен қабылданатын шешімдер. Бірақ біз мынау жергілікті атқарушы орган ретінде мынау әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға, көп балалар отбасыларға қандай көмек болады, қандай жағдай жасалады деген мәселені күніге қойып отырмыз. Аквапарк бойынша аптасына бір рет, мен қателеспесем, бейсенбі күні көп балалар аналарға 50% жеңілдік бар. Бірінші, екінші, үшінші топтағы мүгедектігі бар азаматтарға да жеңілдік бар. Жеңілдіктер бар, 50%-ға дейін.
Сондықтан біз оларға тегін қызмет атқарасыз деп ондай талап қоя алмаймыз. Оны дұрыс түсінуіміз керек. Иә. Негізі қала аумағында бүгін 36 бассейн қызмет атқарады. Ол жерде бағасы 500 теңгеден басталады, 500 теңгеден 5000 теңгеге дейін. Содан қол жетімді. Бұл нарық. Сондықтан мына қоршау мәселесі. Бірінші кезекте бұл Жербұлақтың аумағы қоршалып жатқан себебі ол қауіпсіздік мәселесі. Ол жерде бірінші кезекте қауіпсіздік мәселесі шешу табу керек, өйткені ол кәсіпкердің жауапкершілігі. Сол жобаны іске асырып жатқан кәсіпкердің жауапкершілігі бірінші кезекте. Басқа сұрағыңыз бар ма Жербұлаққа қатысты? Арман Қанатұлы бар ма? Тағы да? Мен ойлаймын, Бақытжан Әмірбекұлы, егер аквапарк, Жербұлақ өз кәсіпкердің өз ақшасына, өз қаражатына салынып жатса, біз оған қуануымыз керек. Иә. Оған қуануымыз керек. Болмағанда не істейтін еді? Жербұлақ дегеніміз кәсіпкерге барып біз қазір мына бағаны түсір деп айтқанымыз, ол кәсіпкер бәленбай миллиард инвестициялауын қайтару керек қой. Ертең онда бірде-бір кәсіпкер, бірде-бір инвестиция келмейді. Тараз қаласына келмейді, егер біз оны олай жасайтын болсақ. Заңға томпақ болып бағасын түсір деп. Бұл бәсекелестік орта. Бәсекелестікке бердік па? Инвестиция, егер оның бағасына біз араласатын болсақ, біріншіден оның ертең тікелей сапасына әсер етеді. Қазіргі біздің аквапарк, біздің республикамыздағы енді мақтанғаным емес, бірақ ең керемет соңғы үлгідегі заманауи аквапарк. Иә. Естеріңізде осыдан бір жыл бұрын біздің қала тұрғындары Шымкент немесе Ташкент қаласына барып сол аквапарк үшін баратынбыз. Иә. Қазір бір апта бұрын, мысалы, кеше мен балаларым билет алайын екен, бір апта бұрын билет сатылып кеткен. Билет жоқ. Сұраныс бар. Баға, әрине біз оны реттеуге біздің ешқандай заң жүзінде ешқандай ондай мүмкіншілігіміз жоқ. Бірақ кәсіпкерлермен келіссөздер жүргізу арқылы жаңа әлеуметтік қорғауды талап ететін отбасыларға жеңілдік мәселесін қарастырып жатырмыз. Сұрақ бар ма? Сұрағым бар еді, осы Жербұлақ бойынша ғой. Ол енді бір реттік акция, кеше балалар күніне 700 отбасына тегін билет таратылды кәсіпкердің тарапынан. Бақытжан өтініш, енді осы мәселе бойынша біздің әріптестерге тапсырма беріп қойсаңыз, мынау түсіндірме жұмыстарын керек болса біздің әріптестер, депутаттар қосып, түсіндірме жұмыстарын халыққа жүргізсек кішкене, өйткені көп ел білмейді. Арман Қанатұлы өткенде бір кісі келіп жүреді ғой. Иә, сіздермен кездестік, осындай мәселені көтеріп жатырмыз деп. Сол кісілер арқылы соларды қолданып, вообще түсіндірме жұмыстарын мынандай қылып жеткізу керек халыққа. Что бола, өйткені көп ел біле бермейді да. Мынандай жеңілдік болып жатқан, мынандай күннің белгіленгенін ел біле бермейді. Сол мәселе жөнінде кішкене жұмыстар жүргізсек, түсіндірме жұмыстар жүргізілсе. Жақсы. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Бақытжан Әмірбеков күнде кездесіп жатқан жоқсыздар, қойып алыңыздар. Жербұлақ бойынша осы жаңа әріптесімізбен Арман Қанатұлымен зерделеу барысында ол жерде жаңа аквапаркты дұрыс айтасыз, әрине ол жақсы проект, аудандардан, басқа облыстардан адамдар келіп жатқан фактілерді естіп жатырмыз. Біздің жаңағы әлеуметтік жағдайды бәрін көтеріп жатқан несі андай нәтижесі. Енді мынау бағана форель айтып жатсыз ғой, форель бар, одан кейін жаңағы кәсіпкер келіп, ол жерде вход платный болып жатыр да, мысалы. Тек қана форелевый хозяйствоның өзіне. Иә. Енді басқа қалаларды салыстыратын болсақ, мысалы Алматыда форелевый хозяйстволар көп, ол жерге барлық адамдар тегін кіре алады, мысалы. Бірақ ішіндегі услугалардың бәрі ақша тұрады. Сондай бір возможность қарастырсақ та тұрғындарға. Негізі Жербұлақтың аумағына кіру тегін. Жербұлақтың аумағына кіріп серуендеу тегін. Ол үшін ақы алмайды кәсіпкер. Тек қана жаңа форелевый хозяйство бар, аквапарк бар, сол аумаққа кірген кезде ғана ақылы қызмет атқарылады. Иә, әрине ол инвестицияны тарту керек бізге. Мен қазір бір минут. Айдын Алтай, сізден сұрағымыз болса, біз сізге сұрақ қоямыз, отырыңыз. Қазір мен әрине ол инвестицияны бәрін тарту керек, мен оның бәрі келісем. Бірақтан қазір сіздер мүмкіндік беріп жатсыздар да оларға жаңағыдай пайда табуға да. Сол пайданы входтан емес, өздерін бір басқа нәрседен тапса деген ойға, қызметтерді қоссын, сол жағынан бір ұсыныс ретінде айтып жатырмын мен. Енді құрметті депутаттар, мен әрине әлеуметтік мәселелерді біз шешіп жатқан жоқ, шешіп отырмыз. Бірақ бұның екінші жағы бар. Егер біз мынау нарықтық бәсекелестік ортаға бердік па,
біз бәсекелестік ортаның тәртібімен жұмыс жасауымыз керек. Біз солай үйренуіміз керек. Мынау егер біз қалаға инвестиция тартамыз десек, бәсекелестік ортада жұмыс жасаймыз десек, біз өзіміз сол бәсекелестік ортаның заңымен жұмыс жасауымыз керек. Мен қазір әкімшілік мүмкіндіктерді пайдаланып, олардың ішкі жұмыстарына араласатын болсам, онда бізде мына инвестицияда, кәсіпкерлікте дамымайды деп айтуға болады. Yeah. Ну, прямо скажу, мы должны научиться работать с бизнесом. Без этого нельзя. Бизнес должен себя чувствовать комфортно в городе. Почему сейчас в последнее время очень часто возникают споры по строительству бизнес-объектов? Я всегда стараюсь защищать бизнес. Хотя очень часто от жителей слышу упреки в свой адрес, что я защищаю бизнес. Это моя работа. Привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места, создавать условия для развития бизнеса в городе. Это часть нашей работы. Да, без этого нельзя. Выворачивать руку предпринимателю, чем это заканчивается, мы уже знаем. Они просто уйдут в другие регионы. Кетіп қалады. Мынау Жербұлақтың егесі қазіргі кәсіпкер. Осы елдің тумасы. Бұндай жобаны Алматы облысында, болмаса мына басқа өңірлерде іске асырса, ол жерде экономиканың жағдайы да басқа. Ол азамат өзі кеп айтып отыр. Бақытжан Әмірбекұлы, мен осы елге, жеріме кеп жасап жатырмын осы инвестицияны деп. Кез келген кәсіпкер сізге айтады, сіз осында отырғандардың, сіздерде кәсіпкерлікке қатыстары бар азаматсыздар ғой, білесіздер. Мынау басқа өңірлерге неге біздің бизнестер кетіп жатыр? Себебі біздің экономика, біздің мынау нарық, баға төмен, экономикамыз енді басқа мынау Астана, Алматымен салыстырғанда едеуір өзгешілігі бар. Сондықтан біз бизнеске жағдай жасауымыз керек. Мынау Жербұлақ көлі бұл табиғи көл емес қой. 9 скважинамен су толтырылады. Ол скважинаның әрқайсысының насостың бір насостың ғана құны 2 миллион теңге екен. Ол скважиналарға техникалық қызмет көрсету керек. Оның бәрін қазір 9 скважинаның 6-ауы істен шыққан. Соңғы 20 жылда ол скважиналар қосылмаған скважиналар. Оның бәрін қазір қайтадан қалпына келтіру жұмыстар бар. Оның бәрі шығын. Сондықтан мынау кәсіпкерлікпен біз бірлесе жұмыс жасаймыз. Так. Ол кісіні жақсы біледі. Енді оны білесіз кім? Серік. Алибаев. Серік Алибаев? Серік Алибаев. Ну, я вам скажу, что это немножко не так. Информация не так. У данного предпринимателя мы сейчас қазір мемлекет меншігіне мынау Сейфуллин көшесінде мынау көпірден өткеннен кейін оң жағыңызда сквер бар. Солай ма? Ағаш сквер бар. Білесіздер ғой, мынау бұрыштағы заправканың аты қандай? Жоқ. Напротив Газпромнефть. Есть сквер. Бар ғой сол сквер? Газпромнефттің қарама-қарсы сквер бар. Сол сквер қазір осы кісілердің жекеменшік иесінде уақытысында берілген. Он хотел там построить, он хотел построить там многоэтажный жилой комплекс. Мы им это сделать не дали, не разрешили. Данный участок мы вернули сейчас государству. Потому что там, по соответствии с генеральным планом, сквер находится. Мы ему выплачиваем компенсацию в размере где-то порядка 130 миллионов сейчас. Оценка еще не выплатили. Сейчас оценка вот только вышла. При уточнении бюджета будем рассматривать. Но
Теперь он землю нам дает. То есть не бесплатно же мы у него забираем землю, мы ему платим 135 миллионов. А он теперь к этой земле, он говорит, теперь вы у меня изъяли, дайте мне бесплатно в 14 микрорайоне. Я ему сказал, говорю, 130 миллионов, участвуете в аукционе в 14-м, покупайте землю у города. Мы же, у него же не бесплатно, он же нам не бесплатно землю передает. Они нам за 130 миллионов продают эту землю. Да, немножко не договаривает. Негізі құрметті депутаттар, жерге қатысты қолданыстағы жер кодексіне сәйкес бізде жер берудің бір-ақ жолы бар. Аукцион. Басқа жол қаралмаған. Қандай бар? Тегін жер безвозмездно деген нәрсе жоқ. СПК арқылы беру, мына инновациялық проекттер бойынша беру туралы бір механизм бар еді. Бірақ бұның өзі қазір прокуратура тарапынан қолдау тауып жатқан жоқ бұл мәселелер. Сондықтан аукцион. Егер қалаға келіп инвестиция құям, маған жер беріңіздер, тегін салып берем деген азамат болса, біз оның жолын қарастырар едік. Бірақ аталған кәсіпкер кішкене вам не договаривает. Не договаривает. Да. Да. Қаттырек айтшы, Бауыржан, естілмеді. Бауке, я думаю, у ваших коллег, чтобы не создалось впечатление о том, что я препятствую вашему бизнесу, я объяснить хочу, құрметті депутаттар. Аталған мәселе бойынша ол жерде бізде мына ауыл береке маңында мемлекет меншігінде жер учаскесі бар. Сол жер учаскесін қазір бізде 3 кәсіпкер сол участокты сұрап отыр. Бірінші ауыл берекенің өзі, екінші кәсіпкер міне Баукен, үшінші кәсіпкер аты есіме шығып тұр, тағы бір кәсіпкер, 3 кәсіпкер. Үшеуі менің, екеуі сіздер, Бауке сіздер, одан кейін ауыл береке, 2 кәсіпкер келіп, біз өзара келістік, мына участок біз ортасынан бөліп алатын болдық деді. Бізге бөліп беріңіз деді. Мен айттым, құрметті кәсіпкерлер, мен үйтіп мемлекеттің мүлкін үйтіп саудаға сала алмаймын. Сіздер келісесіздер, мен оған келісімді берем, сіздер мемлекеттің жерін бөліп аласыздар, олай болмайды. Мен аукционға қоям, аукционнан сатып алыңыздар, одан кейін ары қарай қалай бөлесіздер, ол өз еріктеріңіз дедім. Менің жауабым сол болды. Баукенің ренжісі сол. Бауке менің позициям өзгерген жоқ. Аукционға қоям, аукционнан сатып алыңыздар. Өйткені мен қазір сізге берсем ауыл береке коррупция орын алды дейді. Мен ауыл берекеге берсем Баукен коррупция орын алды дейді. Сондықтан бұндай мәселеге заңның аясында аукционға қоям. Кім жоғарғы баға береді, сол аукцион арқылы сол жерге ие болады. Менің позиция. Бір жарым жыл болып жүрміз. Ешқандай шындай ондай информация кішкене дұрыс емес. Мен бұл бөліп береміз, ондай әңгіме болған жоқ. Архитектура айтты, екеуіне беріңдер согласие. Содан шықты. Маған алып келді, екеуінің келісім бар, екеуіне тең бөліп беріңіз деп. Сосын шынды мен айттым, ол болмайды. Шынды айтса, мен айтып жатырмын да, сізге де айттым, бәріңізге айтам, допустим, менің үлкен еңбегім бар, ол лично менің еңбегім. Допустим, бүкіл промзонаны полностью канализациямен и водообеспечение. По факту, допустим, по факту, эта деятельность должен заниматься исполнительный орган. Допустим, мен анада Қайрат Абелханұлымен айтқам, Қайрат Абелханұлы, менде техрегламент бар. Мен сіздің еңбегіңізді кемітіп отқан жоқпын, сіз дұрысыңыз. Бітіре салайыншы. Я говорю, сіз говорю, ренжімеңіз, говорю, и как инженер ретінде айтам, говорю, техрегламент бар дедім да. Техрегламент бойынша мен ремонт жасау керекпін. Ол скважина 350 метрден су алып жатырмын. Ол 35 киловатт, бір сағатында насос тұр. Насосты уже практически 8 жыл болды істемеген.
техрегламент бойынша, допустим, минимум 15-14 күнге жабу керекпін. 15-14 күнде бүкіл промзона сусыз қалады. Сусыз и канализация. Вот тогда, может быть, өзіңіз білесіз, адамдар түсінбейді. А менде, допустим, техрегламент бар. Техрегламент бойынша, говорю, ертең, говорю, кім кінәлі болып кетеді, Бауыржан кінәлі болып кетеді. Жақсы, енді дискуссияға өтпей Давай, қояйық. дискуссияға айналдырмайық ондай мәселені жеке немен қараңыз. Қандай мәселеңіз? Арматаңыз. Жербұлаққа рахмет айтып қойыңызшы. Өткен жол өзінен артылған шыршасын біздің қарттар үйіне келіп егіп берді. Рахмет өздерінен. Негізі өте жауапты кәсіпкер. Рахмет. Жауапты кәсіпкер. Қазір анау мектептің алдындағы жолының барлығы кішкене мынау құм тасыды ғой. Бірақ ол бірінші күннен бастап айтты. Менің құрылысын аяқтағаннан кейін мына жолдың бәрін қалпына келтіріп беремін деп уәдесін берді. Кенжеғали Қошқарбаев. Тұрғындардың Сатпаев көшесінің тұрғындарын Жанайқайын жеткізгім келеді. Сатпаев көшесінің 3-4 үйлерінің арасында 10 соттық жерде тақлабан қазылған, қоршалынған пластмассаның. Сол 10 жылдан асқан екен. Сол енді тақлабан табиғаттың күшімен жырылып қоршаудың сыртына шыққан. Тақлабанның іші қазір мусорға толы. Жаңа сол сыртқа шыққаннан кейін сол жерде кішкентай балалардың түсіп кету қаупі орын алып отыр да. Бір-екі бала түсіп кеткен екен, ол қоршаудың биіктігі биік, ол адамдар кіріп ол үшін арнайы саты қойып, одан кейін барып ішіндегі баланы алып жатқан жағдайлар бар. Бұл мәселені жеткізгім келеді. Аталған жер участке бойынша осы 2 жыл бойы дау болды тұрғындардың арасында. Аталған жер учаскесі аукцион арқылы сатылған. Ол жерде моншақ құрылысына толық құжаты кәсіпкердің қолында. Соттың шешімімен ол заңды деп шешім шыққан. Қазір ол жерде құрылыс басталады, құрылысқа рұқсат алды кәсіпкер. 2 жыл бойы тұрғындар қарсы болды аталған құрылысқа. Мен жаңа айттым ғой, кәсіпкерлерді қолдаймын деп. Дәл сол жерде мен кәсіпкерді қолдадым. Себебі кәсіпкер заңды алған, аукционнан алған, қолында барлық жоба рұқсат қағаздары бар, талоны бар, барлық рұқсат қағаздары бар, барлық санитарлық талаптарға сай келеді, бірақ 1-2 тұрғын сол жерде бір соған қарсы болып, енді барлығымыз түсінеміз. Тұрғындар да бірақ мына кәсіпкерлерді заңды біз қорғауымыз керек қой. Заңды ма? Заңды. Енді ол жерде бір әйел кісі бар. Маған күніге жаңағы видеосын жібереді, өзі сол 4-ші қабаттама тұрады. Аталған объект қоршалған. Қазір құрылыс жұмыстары басталды. Осы 1-2 күн болды басталды. Жербұлақ бойынша ұсыныс бар еді. Әрине, ол жұмыс орындары. Әрине. Енді ондай жағдайлар өте көп бізде. Жақсы. Егер неғылсақ, әріптестер, 12-де бұл жерде тағы бір жиналыс бар. Соңғы дейіне. Пожалуйста, давайте. Жербұлақ бойынша. Конкретный сұрақ. Жербұлақ бойынша. Жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, 2 балаға 1 ата-ана керек деп. Иә. Енді біздің ұсыныс сол тұрғындардан шыққан ұсыныс. Ол көбісі айтады, менде 3 бала дейді. Әр уақытта ата-ана екеуі бірдей бара бермейді ғой. Сондықтан көбінесе кіргізбейді екен. Кейбіреулер айтады, ауылдан бала келеді, 4 адам болады, мен ауылдағы ата-анасын шақырамаймын дейді. Ұсыныс бұл. Әрине қауіпсіздік бірінші орында. Бірақ енді барлық жерде саяжайларда демалып жатады ғой, 5 баламен де. Жазғы уақытта рұқсат берсе бола ма соған? Мен дәл қазір бұны жауабын бере алмаймын, себебі мен қарастырайық. Негізгі мынау бұл талап сол кәсіпорынның ішкі регламентімен бекітілген. Түсініп отырсыздар ма? Мен кәсіпкерлермен біз келіссөз жүргізейік, тұрғындар тарапынан осындай сұраныс бар деп. Енді 4 баламен кірсе, түсінесіздер ме? Оның аумағына кіргеннен кейін баланың қауіпсіздігіне бірінші жауапты ата-ана. Бізде ойлайды, міне сол аумаққа кірдім, сол аумақтың иесі менің балаларымның қауіпсіздігіне жауап береді деген түсінік көзқарас бар тұрғындардың арасында. Олай емес қой. Олай емес. Әрине, ол жерде құтқарушы арнайы қызметі бар, құтқарушылар бар. Бірақ енді өзіңіз ойлаңыз, 4 бала, 5 баламен кірген бір ата-ана, ол балалардың қайда жүрген еге бола ма ертең? Ол қауіпсіздік мәселесі. Жауапкершілік кәсіпкердің мойнында. Соның аумағына кіргеннен кейін, оның аумағында баланың қауіпсіздігіне жауап беретін тікелей сол кәсіпкер.
мен түсінем, әлеуметтік жағдай бар, ата анасы келе алады, келе алмайды, ондай сұрақтар өте көп болып жатады. Бірақ менің ойымша қауіпсіздік мәселесі бірінші орында тұру керек. Мен мысалы 4 баламен барсам, өзіңіз де ойлап қараңызшы. Мен 4 баламен барсам, 4 балаға ие бола алмаймын. 2 балаға ие болам. Одан асқаннан кейін ол уже, а бізде тұрғындар қалай қарайды? Ол жерде құтқару қызметі бар. Құдай сақтасын, жаман айтпай жақсы жоқ. Бірақ ертең бір жағдай болатын болса, кім кінәлі? Сол жердегі кәсіпкер бірінші кезекте сол кінәлі болады. Біздің тұрғындар соны кінәлайды. Сол кәсіпкер балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етпеді дейді. Екіншіден, сол жерде құтқарушылар кінәлі болады. Солай ғой? Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету бірінші кезекте ата-ананың міндеті. Солай болу керек. Ол кәсіпкердің міндеті емес. Кәсіпкер, оның міндеті сол жерде мына құтқарушы қызметін қамтамасыз ету, талаптарға сай. Оның міндеті. А бірақ баланың қауіпсіздігіне бірінші кезекте жауап беретін ата-ана. Бізде мына әлеуметтік мәселені бірінші орынға қоямыз. 5 баламен келеді, ауылдан келеді, қалай кіреді деп. Олай болмау керек. Бұл жерде бірінші мәселе қауіпсіздік мәселесі. Қоқыс алаңы. У нас по городу сегодня есть хозяева, но, к сожалению, вот мы в течение года непрерывно пишем предписания, но результата нет. Қазір мынау правила благоустройства. Ертең бүгін мәслихатта облыста бекітеді, ол жерде уже біздің қолымызда механизм пайда болады. Егер меншік иесі ол жерде тазалық қамтамасыз етпесе, оны жауапкершілікке тартуға мүмкіндік пайда болады бізде. Ну, видите, таких участков сейчас очень много в городе. Много. Мы провели инвентаризацию в прошлом году 32 тысячи, да? 32 тысячи участков провели инвентаризацию в прошлом году. И в этом году мы эту работу продолжаем. То есть нам нужно сначала разобраться с собственниками. Очень много земельных участков, которые имеют собственников, но не оформлены. По 20-30 лет они в базе у нас бесхозные. Вот эту инвентаризацию, которую мы в прошлом году начали, это большая работа не одного дня. Как только мы начали инвентаризацию, сейчас начали появляться собственники, начали переоформлять, потому что в течение 20 лет эти участки не платили налогов. Они не были введены в базу. Да. Сейчас они переоформляют, делают договор купли-продажи, чтобы уйти от ответственности. Да. Очень много таких участков. Да. Там, где стихийные стоянки. Сейчас Жаслы занимается, но, скорее всего, сейчас при уточнении бюджета мы будем выделять деньги на их ликвидацию. Потому что другие областя идут таким путем. Потому что хозяев не находят, стихийные свалки, но это территория города. Будем убирать. Стихийные свалки. Будем выделять деньги и будем это все теперь чистить. Болдық па? Әріптестер? Да. Я. Қазір поселоктың көшелері бойынша
соңғы тендер бүгін итогі шығады. Ғабит Серғазы, солай ма? Шықты ма? Иә, мердігер анықталды. Бүгін соңғы күн көше асфальттау бойынша. Биыл Казпоселоктың барлық көшелері толық асфальттана ма? Толық 100% Казпоселок биыл асфальттанады. Одан кейін барып жарғы мәселесіне өтеміз. Бір жылда емес бәрі. Кім? Иә, жеке оны... Бұл жерде үш мердігер қатыса бар. Бірақ қатыса бойынша қазір біз мынау ДВГ-ға жібердік па? Иә. Бұл жерде кішкене заң бұзушылық. Біз ана ДВГ-мен бір келіспей отқан жеріміз бар, бір компанияның бағасының көтеруі бойынша. Солай ма? Біз қазір шағым жолдап отырмыз Астанаға. Кеше жібердік па? Қанша күн қарайды? 15 күн қарайды. Қалған екі мердігер анықталды, қалған екі мердігер өзінің жұмысын бастайды. Қазір келісім шарт 5 күн ба? Келісім шарттарың? 5 күнді келісім шарт жасаймыз, сөйтіп Казпоселокта жұмыстарды бастаймыз. Әріптестер аяқтасақ осымен өйткені. Кемел. Давай соңғы сұрақ онда. Өйткені 12-де мына жерде құттықтау бар. Депутат Кемел Түймебекұлы, 15 жыл Дала шағын ауданында 13-ші домның алдына уақытша не қойып жатыр, стационар магазин. Негізі құжатында жазылған үйдің оң жағына қойылу керек деп. Ол алып балалар ойнайтын алдына қойып жатыр. Ол заңды ма? Заңсыз. Негізі 15-ші мөлдік ауданда күніге бір сондай павильон пайда болып жатыр да. Қолында 28-ге дейін несі бар, решениесі бар. Решениесі бар. Дислокацияда қай орын көрсетілген? Жоқ, дислокациясы жоқ қолында. Алдына қойып жатыр. 2 күнде соғып тастады. Айдына алдай. Үлкен проблема, мен сіздерге айтайын, мынау Алтайдың бөлімі 21-ші жылы 80 сондай дислокация берген қала тұрғын кәсіпкерлерге, киоск орнатуға. 13-ші домның алдына соғып жатыр. 15-ші Ұлы Дала шағын ауданында домның алдына соғып жатыр. Ал документінде қолында жәніне деп жазылған. Бірақ жаңа қоятын несі жоқ қолында дислокациясын. Анықтап рабочий порядке разберитесь. Енді олардың қолында құжаты бар, өзіңіз айтып отырсыз ғой. Ол шешімді мен бұзайын десем, прокуратура тарапынан біз келістік, енді мерзімі біткенін күтеміз. Тағы бір жылда бітеді мерзімдер. Жәніне дегесін жәніне қою керек қой? Жанына дегенге жанына қойылу керек. Алдына қойып жатыр апарып. Иә. Жақсы, құрметті депутаттар. Басқа сұрақтарыңыз болмаса. Рахмет Бақытжан Әмірекұлы. Әріптестер, жаңағы бөлім басшылары шақырылғандарға рахмет, депутаттар аппарат қылса. Жақсы, рахмет.